Баршаңызға сәлем достар, және бүгін біз Бравл Старс ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер PlayZ арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңырау шағын басып кетіңіздер. Біз ойынымызды бастаймыз. Достар, көріп отырғандарыңыздай Бравл Старста жаңа обновление болды. Жаңа фон пайда болды. Жаңа музыка ойнап тұр. Бұл музыка Looney Tunes мультсериалының музыкасы. Осы сезон осындай мультяшный болайын деп тұр. Қазір біз ең алдымен магазинға кірейік. Магазинде бізде әдеттегідей жаңа акциялар, жаңа скиндер ұсынылып отыр. Бумажный Корделиус дейді. Бұл скин 299 кристалл тұрады екен. Өте қымбат. Бірақ бұл скин өте күшті екен, Мә қараңыздаршы достар. Бумажный Корделиус өте мықты және өте ерекше скин екен. Өте қымбат тұрады бірақ. Және бұны алғаннан кейін бізге тағы да 49 кристалл құрту керек екен. Одан кейін тағы да 49 кристалл құрту керек екен, легендарный дропты ашу үшін. Базар жоқ, скин өте мықты, бірақ өте қымбат тұрады екен. Менде әрине ондай кристалдар жоқ енді. Тағы не бар екен? Бұл жерде иконка игрока бар екен. Тағы да победитель Отис дейді, осындай скин бар екен. Бұл жерде тағы да жынды скин, грубый Лу дейді. 2D формат, осындай скин бар екен. 199 кристалл тұрады екен. Өте әдемі скин. Бұл жерде тағы да Брокке және Спайкке скин бар екен. Брокке енді почтальон Брок дейді. Осындай ерекше скин, 99 кристалл тұрады екен. Және мультяшка Спайк дейді. Бұл да өте әдемі скин. 224 кристалл тұрады екен. Өте әдемі скин, өте қымбат екен тағы да. Басқа не бар енді магазинде? Басқа ешқандай қызық жоқ, басқа ешқандай қызық жоқ. Шығайық бұл жерден. Біз қазір наградаларға кірейік. Наградаларда бізде студия анимации Star 2 деп аталады екен осы сезон. Және Бравл Пасс осындай ұсынылып жатыр. Бұл жерде жаңа скин Мейсиге ұсынылып жатыр. Невероятная Мейси дейді екен. Скин енді өте әдемі, қараңыздаршы, өте әдемі, өте жынды скин, өте мықты, өте күшті. Енді квестерге кірейік. Квестерде бізде ештеңе жоқ. Және не істейміз? Көріп отырғандарыңыздай, мен жаңа Бравлер Шейдті аштым. Кірейік ендеше боецтерге. Міне Шейд. Айтпақшы, мен айта кету керекпін. Ангелдар және демондар сезонынан маған 2 скин түскен болатын. Ол Кольтке және Лилиге. Міне достар, Кольтке осындай Ангел Света Кольт деген скин түскен болатын. Өте ерекше скин. Және тағы да Лилиге скин түскен болатын. Мен бұл Ангел Лилиді ранговый бойдан түсіріп алған болатынмын. Бұл да өте әдемі ерекше скин. Жарайды достар, біз қазір енді Шейдке көшейік. Шейдіміз қаяқта? Біз енді осы Шейдпен ойнайтын боламыз. Сонымен достар, Шейдке бірінші гаджетті алған дұрыс. Звездная силадан бірінші звездная силаны алған дұрыс. Снаряжениеден защита және екінші снаряжениеге уронды алған дұрыс. Кеттік достар, қазір біз Шейдпен ойнап кетейік. Событиялардан біз енді бүкіл событияларды ойнап кететін боламыз. Столкновениеден бастайық ендеше. Кеттік. Ал кеттік достар, бірінші атакамыз Шейдпен. Бұл жерде де енді жаңа боец болғандықтан Шейдпен көбісі ойнап жүр. Біз бірден банкаларды алып кетейік. Білмеймін, енді ана жерде де Шейд, менікі енді максимальный деңгейде ғой Шейд. Маған енді оңай болады. Біз қазір динамайтты алып кете аламыз ба? Мен білмеймін енді. Қиындау болады. Өйткені мен Шейдті дамытып қойғам, рангты көтеріп қойғам. Маған бір жағынан центрге де баруға болмайды. Өйткені енді центрде танктер болуы мүмкін ғой. 5-ақ боец қалды. Бірақ мен қазір ультамның көмегімен жақын жерде боец бар ма, жоқ па, соны біле аламын ғой. Қазір мен тәуекелге барып жатырмын. Ана жерде Мортис кірді осы жерге. Мына жерде міне Мортис. Достар, мен ұтылып қалдым, өкінішке орай.
Енді бармай ақ қою керек еді әрине. Шығайық бұл жерден және тағы да ойнап кетейік. Кеттік достар, тағы да одиночное столкновение шейтпен. Осы жолы ұтамыз деген ойдамын. Бірден банкаларды алып кетейік. Динамайк не дейді енді ана жерде? Мен үстіп тығылып тұрайын. Мына жерде кольт енді бізге кедергі келтіреді. Шейттің енді жақсы жері ближник, бірақ біз алыстан ата алмаймыз. Центрге барудан енді қорқамын енді. Меніңше центрге бармай қою керек. Спайк мына жақта бізге қазір атака жасайды ғой. Спайкты алып кетейік, үстіп. Смело болды. Спайкты алып кеттік. Күте тұрайық, үстіп тәуекел жасамай енді бір нәрсе жасау керек. Мына жерде 10 банкасы бар шейт жүр екен. 4-ақ пайыз қалды. Бұл дегеніміз біз ұттық. Бірақ бізге топ 3-ке кіру керек қайткенмен де. Білмеймін достар. Мен қазір центрге барайын ба? Күте тұрайық үстіп. Менше ешкім табылмай жатыр, Жағынан гаджетті да басып қойдым. Зонада жабылып жатыр. 3-ақ пайыз қалды. Біз топ 3-ке кірдік, бірақ мен енді үстіп тәуекелге бармай, үстіп тығылып ойнап жатырмын ғой. Болды, 1-ақ пайыз қалды. Шейт, қазір тағы да ана шейт енді қай жерде екен? Ол ультаның көмегімен негізі біле алады ғой. Мен де біле аламын негізі ультаның көмегімен. Мен бекер қолдандым, достар, болмады, жай. Болмады. Дұрыстап ойнай алмадым шейтпен негізі. Шығайық ендеше бұл жерден, достар, бірақ біз 2-ші орынды алдық, негізі жақсы. Кеттік достар, қазір біз парное столкновениеға кетейік. Ал кеттік достар, парное столкновение, бұл жерде енді оңай болады. Бұл жерде шейт жоқ екен. Менде напарниктен Дэрил ойнайды деген ойдамын. Дэрил ойнамай жатыр. Неге ойнамай жатыр? Дэрил. Алып кетеді ғой мына жерде Биби. Бибиді алып кетейік. Қолдан алайық та. База жоқ, біз алып кеттік Бибиді. Бізде 3 банка. Мен стенадан атака жасай аламын ғой. Мен былай қашып кетті, жақсы ойнады. Біз бұл жерде де үстіп тығылып енді ойнап тұрамыз ба? Гаджетті қолданып үстіп громды алып кетейік. Ана жерде центрде кәдімгідей төбелес болып жатыр. Айтпақшы мен болмады, Мен енді ультаны қолданып үстіп банканы алып кетем ба деген ойлағанмын ғой. Мына жерде алып кете аламыз ба? Жоқ, болмады, достар, болмады. Қателік жібердім. Нашар ойнап жатырмын негізі. Мен негізі шейттің өзіне нашар ойнап жатырмын. Мына жерде Дэрил енді рандом ойнамай жатыр ғой енді. Енді болмады, Жарайды, достар, қазір біз тағы да ойнап кетейік парное столкновениені. Кеттік, 2-ші шанс, парное столкновение. Бұл жерде напарниктен менде Фрэнк. Фрэнк те қимылдамай жатыр. Достар, не қылған рандомдар бұлар. Шейттің жақсы жері осы сумен де жүре алады. Гаджеті де мықты. Ларды да біз қазір алып кетеміз. Китті болмады. Фрэнк көмектеспей жатыр. Фрэнк те бұл жерде тупит етпеу керек енді. Достар, рандом атты рандом негізі ойнамау керек. Бір жағынан білмеймін, ранг жоғар болғандықтан ба сондай. Тағы да ойнайық парное столкновение. Білмеймін, неге есі дұрыс бір напарник кездеспей жатыр да. Бірақ бұл жерде боттар ғой. Бұл жерде боттар меніңше. Біз көп ұтылып, енді боттар шығып жатыр. Мен бірден центрге барсам болады ғой.
Бірден центрге барып, үстіп банкаларды алып кету керек. Иә, достар, бұлар боттар енді. Оңай ұтамыз. Оңай деп, менде қайттан ұтылып атырмын ғой. Напарник ұтылып қалмаса, достар, напарниктің өзі боттардан ұтылып атырып қой енді. Не деген сұмдық өзі. Болмады осы парное столкновениені ойнауға. Басқа событияны таңдайық. Захват кристалловты ойнап көрейік. Ал кеттік, захват кристалловты көрейік. Бұл жерде енді жақсылап тұрып ойнап көрейік. Шейтпен жақсылап тұрып ойынды көрсетейік енді бұл жерде. Бұл жерде де шейт бар екен. Мортис не дейді ана жерде? Болмады. Мортисті ала алмадық. Шейтпен ойнағанға шынымен де скилл керек екен. Мына жерде Отисті алып кеттік. 6 кристалл бізде. 4 кристалл керек. Сөйтіп бірден артқа қашу керек қой бізге. Ебой, достар, осы жолы ұтатын секілдіміз. Бірақ кристалл керек. Базар жоқ, 1 кристалды алып кеттік. Бізде 10 кристалл, біз қазір ұтамыз. Бізге тәуекелге бармау керек. Артқа қашындар, жігіттер. Ана жерде болмады. Мортис алып кетті. Бірақ біз енді үйтіп тәуекелге бармау керек қой. Артқа қашу керек. Мортисті алып кетейік. Ана жерде Отисті де алып кетейік. Болды, достар, easy ойын. Easy ұттық. Бұл жерде енді жақсылап тұрып көрсеттік ойынды. Шейтпен. Иә, достар, жақсы ойнадық. Шығайық бұл жерден. Қазір, достар, біз Brawl Ball'ды ойнап тастайық. Ал кеттік, достар, Brawl Ball. Бұл жерде де жақсылап тұрып қызықты көрсетейік Шейтпен. Бұл жерде де бізде қарсыластарда Шейт. Менде напарниктерден тағы бір Шейт деген. Тезірек алып кетейік осыларды. Қабат деген болмады. Екі гол соғып кету керек қой. Қайткенмен де. Және біз гол соқтық, достар. Мықты гол соқтық. Допты мен енді теуіп жердім. Маған бекер берді негізі допты. Тезірек тірілейік те, тезірек барайық. Ультаны қолдамыстайын ба? Алып кетейік. Екеуін де алып кетейік. Кішкене қиын болып жатыр. Гол соғып кетейік. Болды, достар. Easy. Голды соғып кеттік. Мықты ойнадық. Екі Шейт те мықты ойнады. Мэк те мықты ойнады. Базар жоқ. Шығайық бұл жерден. Қазір, достар, біз енді ограбленияны ойнап тастайық. Ал кеттік, достар, ограбление. Бұл жерде кішкене қиындау болады ау. Менше Шейтпен бұл жерде защитада тұру керек. Атакаға кетпей. Үстіп защитада ешкімді жақындатпайық сейфке. Құдай-ау, не дейді мынау? Құдай-ау. Әзірге белгісіз енді кім ұтатынын. Мен енді стенадан шабуыл жасай аламын ғой.
Бұл жерде оңай алып кетемін. Бірден сейфке атака жасау керек. Қайткенмен де жігіттер енді Эдгар ма, бірден сейфке барып, мә мынау Эдгар не дейді? Ой, мә Эдгар деппін ғой, Фрэнкті алып кету керек. Мә достар, мынау қауіпті қазір. Тезірек алып кетейік бұларды. Мә сейфке кәдімгідей урон жасады ғой енді. Фрэнкті де тезірек алып кетейік. Мен тәуекелге барып дұрыстап ойнамай жатырмын. Мә достар, енді шейтке шынымен де скилл керек. Біреу барып қарсыластың сейфіне атака жасау керек қой. Эдгар бірден секіріп сояққа бару керек негізі. Мә достар, білмеймін. Бір жағынан қиын болып жатыр. Мен қалай қорғаймын енді? Мына жерде болмайды қорғау. Мына жерде 8 битте. Құдай-ау, мынаны алу қиын болды ғой енді. Мә достар, болмай жатыр. Біз ұтыламыз, е? А жоқ, бізде 60. Мә достар, мынау Фрэнкте. Біз ұтылып қалуымыз мүмкін қазір. 3 секунд қалды достар. Бұл қиын. Я достар, бұл жол шынымен де жолымыз болып кетті. Қанша? 44 сондай процент қалған. Және біз ұтып кеттік достар. Бұл жол шынымен де жолымыз болды. Біз жақсылап тұрып ойнадық. Жарайды достар. Ограбленияның өзін енді әрең дегенде ұттық. Қазір нокаутты ойнап тастайық. Нокаут бұл жерде қиын болады. Кензи, Кольт және Эмз. Мен байқатпай жете алам ба қарсыластарға? Мен стенадан атака жасай алам ғой. Түсініксіздеу әрине бұл жерде. Нокаутта. Мә достар, бұл жерде тәуекелге бармау керек. Мен мына Эмзді стенадан атака жасап, үстіп алып кету керекпін. Бірақ болмай жатыр. Біз ұттық, я, негізі. А жоқ, ол жерде Кольт тұр екен. А жерде Эмз де тұр екен. Қазір біз алып кетейік. Бірден екеуін үстіп алып кетейік. Я, бірінші раундты ұттық. Екінші раунд. Кеттік. Екінші раунд жақсылап тұрып ұтып тастайық. Тәуекелге бармау керек бұл жерде нокаутта. Бұл жерде өзінің территориясында үстіп күтіп тұру керек қой. Үстіп күтіп тұру керек. Және біз алып кеттік Кольтты. Болды, қазір смело бара беру керек. Ең алдымен Эмзді алу керек. Эмзді алдық. Болды, біз қазір Кензиді алып кетеміз. Қазір гаджетті қолданып алып кетемін Кензиді. Кензи, брат, болды. Я, достар, изи 2 рет ұтып кеттік. Базар жоқ, біз мықты ойнадық. Тара мықты ойнады, звездный игрок. Шығайық бұл жерден, ендеше біз әзірге жақсы ойнап жатырмыз. Ең соңғы рет енді Brawl Ball 5-5 ойнап кетейік. Өте қызық режим ғой, Brawl Ball 5-5. Ал кеттік достар, Brawl Ball 5-5. Шейд ближник болғандықтан Brawl Ball'да нашар ойнауы мүмкін. Ыңғайсыздау болуы мүмкін Шейдпен ойнау. Қараңыздаршы, міне қиын. Маған бір нәрсе жасау керек қой бұл жерде. Мә, гол болайын деп қалды ғой. Я, қауіпті момент болды.
Не дейді ана жерде сквик? Бүкілін жыртып жатыр ғой әйтеуір. Мә, болмады достар. Шейтпен шынымен де ойнау үшін скилл керек. Маған скиллді арттыру керек. Соңғы гаджет. Бой достар. Енді осы жолы ұту керек біз. Мә, мына сквикті алып кетейік. Сквик, мә, ала алмадық сквикті. Базар жоқ, біздің тиммейт соқты голды. 1 минут 15 секунд қалды. Егер де қазір осылай жалғасатын болса, біз ұтамыз. Изи ұтамыз. Кеттік, екінші голды соғып жіберейік. Кензи, брат, давай. Мен сенемін саған. Егер де біз қазір гол соғатын болсақ, мен өз-өзіме сенбей кетемін онда. Алып кетейік міне спайкты. Кензи, брат, давай. Соқ голды. Базар жоқ. Мә, Кензи мықты ойнады, Базар жоқ, шынымен де өте мықты ойнадық. Мен енді сенбей тұрмын, шынымен де ұтқанымызға. 2 рет гол соғып кеттік. Шығайық бұл жерден. Сонымен достар, в принципе, біз бүкіл событияны ойнап тастадық. Бірақ біз қазір бұл жерде парное столкновение бар екен, горячая зона бар екен, ранговый бой. Шейтпен ранговый бойды ойнап көрейікші, 1 рет болсын. Кеттік. Брол бол дейді. Біз бұл жерде әдеттегідей шейтті таңдайтын боламыз. Шейт ең соңында. Жоқ, мына жерде екен. Шейтті таңдай берейік. Көрейік қалай болады екен ранговый бойда. Ранговый бойда бұл жерде напарниктерден бәрі байланысты. 2 гол соғу керек. Бұл жерде жақсылап тұрып ойнау керек. Бұл картада негізі қиын кішкене. Леон не дейді өзі? Ана жерде 3-еуі де тірі ғой. Әзірге белгісіз енді. Гейлді алып кетейік. Гейлді ала алмадық қой, мә. Гол. Базар жоқ, гол соғып кеттік. Бірден қазір алып кету керек. Бұлар енді барынша тырысады ғой гол соғуға. Кеттік. Жігіттер, бірден пас беріңдер. Гол соғып тастайын. Жоқ, пас бермеді. Бұл жерде easy гол соғамыз. Қараңыздар, үстіп соғамыз қазір. Міне достар, үстіп. Екінші голды соғып тастадық. Мықты ойнадық. Базар жоқ, Леон звездный игрок. Ұтып кеттік, жолымыз болды. Не деймін енді достар, қазір давайте біз қазір одиночный столкновение ойнап тастайық, тағы да 1 рет. Осы столкновениеда енді дұрыстап ойнай алмадық. Тағы да ойнап кетейік. Жалпы картаның өзі кішкене біртүрлі да. Бұл жерде Даг, Роза, сондай Эль Примо секілді танктер болады да центрде. Ал Шейд ол здоровьясы аз ғой танктерге қарағанда. Мен гаджетті бекер бастым, негізі. Мен қазір біреуге атака жасау керекпін. Так, ала алмаймыз, Мә, ала алмаймыз. Шейдпен ойнауға скилл керек. Және центрге бару кішкене қателік болады. Сол себептен де біз шетте жүріп, осы банкаларды ала салу керекпіз. Және әрине мен тәуекелге барым келмейді. Центрге барып, біз әрине ультаның көмегімен біле аламыз. Бар ма жақын жерде қарсылас әлде жоқ па? Сонда да тәуекелге енді бармай қойайық. Үстіп бір жерде тығылып алу керек. 6 бравлер әлі тірі. 5 бравлер қалды.
Мына жерде не дейді? Вольт. Мен қазір қашып кетейін. Вольтке мен ештеңе дей алмаймын енді. Мына жерде Пайперде туф. Біреу бар, иә, бұл жерде. Ана центрде біреу бар. Не болып жатыр, достар, мына жерде 4 пайыз қалды. Қазір үстіп көрейін. Достар, бұл жерде дак бар екен. Бұл жерге центрге кірмеу керек. Қабат деген достар болмады. Вольт енді екі жақтан, иә, бізге атака жасады. Жарайды, достар, 4-ші орын алдық. Енді біз ұттық қой негізі. Шығайық бұл жерден. Достар, шейдпен осылай ойнап шықтық. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.